Барларыңызға сәлем. Менің аты жөнім Құсайын Аялым. Жасым 18-де Алматы облысы Байсерке ауылынан келіп отырмын. Анамның бала кезіндегі армандарының бірі ол әнші болу. Мен анамның арманын орындауға келдім. Басында қатыспаймын деп ойлағам, бірақ анам айтты, қатысып көр, өз балыңды сынап көр. Содан кейін жібердім видеомды. Біраз уақыт өткеннен кейін хабарласып айтты. Анам қатты қуанды, қуанғаны соншалық үйдің алдында айналып, жүгіріп, секіріп қуанды. Ғажайып музыка әлемін маған көрсеткеніне, осы өнер жолына өзінің әрқашан қолдауын беріп жүргені үшін ризамын. Екеуміз қатты ұқсаймыз. Мамам да бойы ұзын, ән айтқанды жақсы көреді. Бойым ұзындығы 180 метр. Сыныпта мен ең ұзыны болдым. Дене шынықтыруда ең бірінші тұратынмын. Барлық сыныптастарым бойы кішкентай, мен ғана ұзын. Әртүрлі ерсі сөздерді айтып, көңіліме тиетін. Бірақ қазір бәрібір. Киім киген кезде әдемі жарасады. Анам мені Айкош деп еркелетеді. Ботақаным деп арасында. Көңіл күйіне байланысты. Әрқашан күліп жүреді, энергиясы көп. Бәрі жан-жағында тап-таза болу керек. Менің анам, менің дауысымды әрине ұнатады. Менің дауысым, ол менің ішкі жан дүниемнің айнасы. Қатырақ аяуымға сәтті деп қояды, міне! Бүгін көрдім тағы, жылытты оның құшағы сені. Көз алмай маған қарадың, қасыма кеп айта алмадың нені. Кім біз, енді біз, бір-бірімізге. Кім біз, оны біз, өзіміз білмейміз. Үнсіз екеуміз, бір-бірімізді қиялдан қара іздейміз. Жаным не істейміз, сезімімді неге ала кетпедің. Үмітім боп жалған, есімді неге ала кетпедің. Жанарымда қалған махаббатым мұңын ала кетпедім. Сағыныштың үнін ала кетедім. Ала кетпедің жаным, неге ала кетпедің. Қаншықтан бері бұрлатып қойылыз? Төртеу де бұрлатып. Үнсіз екеуміз, бір-бірімізді қиялдан ғана іздейміз. Жаным не істейміз. Ала кетеді бәрі. Сөкен мұрза босайын деп тұрған сияқты негізі. Ала кетеді. Махаббаттың мұңын ала кетедім. Сағыныштың үнін ала кетедім. Мария Керей ғой мынау. Соңындағы шаршағандағы дауысы күшті екен. Дегені. Құтты болсын. Бала
балапан, қанша жастасың? Сәлеметсіздер ме? Сәлем алтыным. Аты жөнім Құсайын Отыра Айолым. берейік. Жасым 18-де. 18. Мә, 18 жаста мынандай техника, мынандай орындау шеберлік. Аяулым, сен ешкім бұрылмайды деп ойладың ғой, Я, мен ойладым, бәрі бітті. Үйге қайтам. Алматы деп ойлағам ғой. Аяулым, алтыным сол. Негізі, осында отырған әрбір әншіні, менен басқа деп айтайын, 100 әншінің ортасынан дауыстарын тануға болады. Сенің даусында да сол бояу бар. Майда-майда мелизматикаларды керемет орындап шықтың. Таза, интервалдардың арасы алыс болғанымен, соның барлық ноталарына әдемі түсіп отырдың. Кен рахмет. Маған бір жерде переход ұнады, жоғарыдан астыға төменге қарай түстің ғой, бір әдемі тепешекпен түскендей түзу түстің, әдемі Иә, түстің. әдемі түстің. Рахмет, үлкен рахмет. Талантымен қоса өте әдемі көркем екенсің. Кімге барсаң да біз тек қана қуаныштымыз. Ең басы осы жобаға келгеніне уақытылы үлгеріп қалғанымызға біз өте қуанып отырмыз қазір. Иә, сол міне, 2 тәлімгер сізге бұрылды. Сол таңдау қазір өзіңде. Енді кімді таңдайды, қалай ойлайсыздар? Сіз қалай ойлайсыз? Маржан. Маржан, сіз? Сәкен таңдайма деп ойлаймын. Сәкенді. Менің таңдауы. Аяулым. Маржан Арапаева. Мен ойлап тұрдым, Сәкенді таңдайды қазір, мен болды. Сәкен деп ойладым. Күшті келді. Бақыттарыңызға рахмет. Рахмет. Біз қазақтың Сізге де рахмет. қыздар. Сізге де рахмет. Сәкен. Алтынсың, бақытты бол. Жолың ашық болсын. Сау болыңыздар. Рахмет. Көріскенше, аяулым. Дай бересің.